Саламатсыздар ма оқырмандарым. Бүгін бұлшықет, шаш, жыныс бездері, сүйек, көз қалай қартаятыны туралы айтамын. Ал келесі видеом кенеден сақтану жөнінде болмақ. Видеоны өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұлшықеттің қартаю мезгілі 30 жастан басталады. Осы жасқа дейін адамның бұлшықеті бірде жетіліп, бірде солы өзгеріп отырады. Яғни адамның өмір салты мен болмысына байланысты өзгереді. Ал одан кейін бұлшықеттің жетілуінен көрі солу қарқыны төмендейді де, келесі 10 жылдықта 0,15 және 2% аралығында жылдамдықпен азаяды. Шаштың қартаюы, шаштың жылтырап, төгіліп, жаңарып тұруы 30 жасқа дейін қарқынын жоғалтпайды. Түскен әрбір тал шашты жаңасы алмастырып отырады. Ал 30 жастан кейін жаңадан өсіп шыққан шаштар бұрынғысынан жіңішке болады. Әрі қарай жас ұлғайған сайын меланин жасушаларының өміршеңдігі төмендеп, шаш түсі өзгере бастайды. Жай өседі, жіңішке төзімсіз болады. Жыныс бездері 35 жастан кейін қартая бастайды. Әйелдердің де, ер адамдардың да балалы болу қабілеті 35 жастан соң төмендей бастайды. Әйелдерде ол аналық тұқым клеткасының азайып, сапасының төмендеуіне байланысты. Өйткені бұл кезде жатыр қабығы жұқарып, аталық ұрықты қабылдай алмау, аталық жыныс клеткасына қарсы тұру құбылысы пайда болады. Ал ерлерде аталық ұрық сапасының төмендеуі жұбайдың түсік тастауына себепші болады. Сүйек 35 жастан кейін қартаяды. 25 жасқа дейін адамда сүйек тығыздығы үздіксіз жоғарылайды. Ал 35 жас шамасында сүйек заттары жеміріліп, қартаю барысында өтеді. Сүйек тығыздығының төмендеуі бойдың аласаруы, омыртқа аралығындағы сүйектердің солуы мен сынуына себеп болады. Көз адамның 40 жасқа дейін көру қабілеті жақсы болады. Жастың ұлғаюына байланысты көз маңындағы бұлшықеттер жансызданып, көз қуаты төмендейді. Содан 40 жастан асқан соң адам жақын аралықты көре алмайтын болады. Міне менің бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.